Заттардың өзі атом мен молекулалардан тұрады. Атом, молекула. Атомдардан молекулалар құралады. Мына бізде атомдар, осылардан бізде молекулалар құралады. Молекулалар мен атомдар ретсіз қозғалады. Яғни оны жылу қозғалысы деп атайды. Мына суретте траекториясы көрсетілген бір атомның. Осылай ретсіз, үздіксіз қозғалыста болады. Бір-біріне түйісіп, бағыттарын ауыстырып, тоқтамай қозғалады. Келесі броундық қозғалысқа тоқталайық. Броундық қозғалыс ол ұсақ бөлшектердің ретсіз қозғалысы. Бұған себеп болатын, мысалы мына суретті қараңыздар, мында жарық түсіп тұрған шаң тозаңдардың биі көрсетілген. Яғни шаң тозаңдар ретсіз қозғалып билеген секілді. Ол неге ретсіз қозғалады? Егер оны біз үлкейтіп қарайтын болсақ, мына біздің бағанағы шаң тозаң болса, ал мына қызыл нүктелер ол ауаның молекулалары. Ауаның молекулалары жан-жақтан ұрып, олар ретсіз қозғалады, жан-жақтан ұрып, осы бөлшектерді ретсіз қозғалысқа келтіреді. Осындай қозғалысты броундық қозғалыс деп атайды. Келесі ұғым диффузия. Диффузия деген бір затты молекулаларының, мысалы мында бізде көк түсті бір зат берілсін, қызыл екінші зат берілсін. Бір заттың молекулаларын екінші заттың молекула аралығына өтуі. Біртінде өтіп, екеуі араласып кетеді. Осыны диффузия деп атайды. Мысалы, мында көріп тұрсыңдар, суға жасыл бояу құяды. Су жасыл бояу құйды, уақыт өте келе олар араласып, яғни диффузияға ұшырады. Сонымен диффузия дегеніміз бір зат молекулалар, екінші зат молекулалар аралығына өтуі.